Бұл палата Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Ойынды бастаймыз. Уақыт лимитін сақтаймыз. Төреші уақытыңыз бітті дегеннен кейін сіздің сөздеріңіз бәрібір қабылданбайды. Төрешілер сіздердің сөздеріңізді елемейді. Сондықтан тыныштық сақтап орнымызға отырайық. Біз ойынды бастаймыз. Ендеше ойынды бастау үшін ең алғаш сөзді Ақтөбе Арланс фракциясының үкіметтің премьер-министрі Әлиасқар мырзаға береміз. Уақытыңыз 7 минут. Жақсы, рахмет. Финалда көргеніме барлықтарыңызға қуаныштымын өте қатты. Қарсыластарға сәттілік тілеймін. Ақиқат пікірталас клубының 15 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл нәрсеге байланысты құрметті достар, бүгін бізде берілген қарар Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Яғни біз үкімет ретінде Оралдың тарихи қала ретінде орын алуын және оның дұрыс орындалуына байланысты концепцияны ұсынатын боламыз. Біріншіден, Орал қаласының туристік әлеуеті деген нәрсе ол туристік жағдайы, туристік бағдарламаларының дұрыс болу, яғни туристердің жағдайы, туристік негізгі бағытталған нәрсе. Бұдан кейін нәрсе, Орал тарихи қала ол шынымен де түсінікті нәрсе, Оралдың шынымен де тарихқа сай болу, сол тарихи қала ретінде оны дәлелдеп көрсету деген нәрсені айтқым келеді. Концепциясы, яғни бұл нәрселердің орындалуы, ұйымдастырылу жоспарына байланысты, жоспарға сай нәрселерді атап айтамыз, құрметті достар. Біріншіден, Орал қаласы білеміз, өте тарихи қала, 1584 жылы құрылды, оның ар жағында да негізі оның тарихы бар. Осы нәрсеге байланысты. Келесі нәрсеге байланысты білеміз, Оралға жылына 2019 жылы 71 мың турист келген екен, құрметті достар. Оның ішінде негізі туризм саласына байланысты туристік салалар ол негізі ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Ішкі туристерге байланысты 38 мыңға жуық болса, ол сыртқы туристерден 12.400 адам келген екендігі, құрметті достар. Ендігі бүгінгі тарапта біздің негізгі проблемамыз осы неде тұрғыда туындайды, негізгі идеяға байланысты. Орал қаласы тарихи қала ретінде негізгі концепциясын жүзеге асыруға байланысты, құрметті достар. Біріншіден, неліктен бұл нәрселер туындап жатыр? Проблемаға байланысты шынымен де келушілер санының аздығы. Себебі Орал қаласының өзінде 300 мыңға жуық адам тұрады. Бұл мысалға айтайық, әлемде шынымен де мемлекеттер бар, Швейцария тағы басқа сияқты мемлекеттер. Ол мемлекеттерде халқының санынан 3-4 есе көп туристер келеді. Қаланың халқының санынан 3-4 есе көп туристер неге тартылуы. Олар шынымен де осы нәрсені жасап отыр. Біз бұл нәрсені осындай мақсат арқылы алға жылжытуды көздейміз. Келесі нәрсеге байланысты. Проблема ол келушілер санының аздығы, келушілердің толық қанағаттанбауы және олардың қайта келуге құлшыныстарына байланысты қаланың тарихының шын мәнінде дұрыс таныстырылмауына байланысты туындап отыр, құрметті достар. Негізгі проблемамыз. Себебі келесі нәрсеге байланысты мен мынандай нәрсе айтып беремін. Туристік әлеуеті деп отырғанымыз не? Туристік әлеуеті деп отырғанымыз ол туристік жағдайына байланысты болады, құрметті достар. Жағдайға байланысты ол нәрсе екіге бөлінеді: материалдық және физикалық. Материалдық жағдайлар ол әрине туристердің келуіне байланысты инфрақұрылымдық салалар болсын, олардың жатуы, тағамы, орны, жүруіне байланысты жағдайлар болса, қолжетімділігі. Физикалық жағдайлар олардың қауіпсіздігіне байланысты болады, құрметті достар. Енді бұл нәрселердің негізгі шешілу жолдарына байланысты неліктен осы нәрселер туындап жатыр? Себебі таныстыруға байланысты нәрселер ойнатылуы керек, құрметті достар. Қаланың танысуына байланысты. Шынымен де көптеген мемлекеттердің тәжірибесінде бар. Қаланың танысуына байланысты приложениелердің ашылуы. Ол приложение шынымен де Орал қаласының туристік приложениесі деген нәрсе. Себебі Швейцарияда болсын, тағы басқа мемлекеттерде болсын, әр қаланың өзінің туристі мықты дамыған қалаларда приложение бар. Соның ішінде, приложениенің ішінде ол қалада шынымен де қандай нысандардың бар екендігі, сол қаланың ішінде қандай нәрселерді көруге болатындығы, сол арқылы қаншама сен қандай нәрседе демалып қайтуға мүмкіндігің бар екендігін көрсету. Біз осыларды сол арқылы көрсетеміз. Себебі бізден сырттан келетін немесе басқа жерден келетін адамдар алдын ала білуі керек қандай нәрселер бар екендігін, оның қызығушылыққа әкеліп соқтыратыны сөзсіз. Келесі нәрсеге байланысты қызықтыру деген нәрсені айтып келеді, құрметті достар. Туристер қай уақытта қызығады? Біріншіден, қызықты нәрселерді көруге, яғни тарихи нәрселерді көру ол әрине факт нәрсе. Екінші нәрсеге байланысты олардың жағдайы шынымен де болатын кезде туристердің қызығатындығы. Себебі сен және олардың қолжетімділігіне байланысты осы нәрселердің болуына. Екінші нәрсеге байланысты, құрметті достар, туристік қала қандай болу керек? Ол оның табиғи жағдайларына да байланысты. Табиғатын мынандай нәрсе, құрметті достар, сен қаланы шынымен де тарихи қаланы туристік ретінде дамыту үшін оны әртараптандыру керексің, туристік бағыттарын. Тарихи нәрселерге байланысты, табиғатына байланысты ол нәрселердің, тарихи музей тағы басқа нәрселеріне байланысты, тарихи ескерткіштеріне байланысты. Себебі сенің адамдардың талғамдары мен қызығушылықтары әртүрлі болып келеді. Сол нәрсеге байланысты оларды более мықты қанағаттандыру үшін бірнеше нәрселерді көрсету керексің адамдарға, осы нәрсеге байланысты. Келесі нәрсеге байланысты
құрметті достар, мен мынандай нәрсе айтып келеді. Бізде проблема бар, и оны шешу жолдарын көрсетіп келеді. Біздің проблемамыз негізгі Орал тарихи қала ретінде шынымен де оның тарихын көргісі келетін адамдардың аздығы біріншіден. Екіншіден, адамдар санының аз келуі, олардың қанағаттанбауы деген проблема шығады. Мен осы проблеманы шешіп беретін боламын. Таныстыру жағдайын сіздерге айтып бердім. Келесі тарихи оқиғаларға байланысты құрметті достар, біздер көбісі біле бермейді. Пушкин Александр Сергеевич осында болғандығын, Капитанский дочканың осы жерде жазылғандығын, ол нәрселер шынымен де танылатын болса, оның өзі қол ұстаған нәрселер болатын болса, жалпы айту адамдардың қызығушылықтары әртарапты. Пушкин шығармаларына қызығатын адамдар бар, оны зерттеуге байланысты тағы да басқа нәрселерге, сол адамдардың турист болып келуі деген нәрсе туындайды. Келесі нәрсеге байланысты мынандай нәрсе айтып келеді, құрметті достар. Мен бұндай нәрсені қалай жүзеге асырамын? Біріншіден, мен тарихи ескерткіштерімді жаңағыдай негізгі нысандарды анықтап алу керекпін. Қандай нысандар бар, қандай музейлер бар, солардың негізгі әлеуметтік жағдайларын көрсету керекпін. Оның ішіндегі, мысалға, бір музейдің ішінде 20-ға жоқ экспонат болатын болса, ол әрине адамдарға қызықшылық тудырмайды. Біріншіден, маңыздылық нәрсе ол ішіндегі ескерткіштердің экспонаттарының қызықты болуы, олардың санының көп болуы. Себебі қазіргі таңда білеміз, дамыған мемлекеттердегі негізгі туризм саласындай адамдардың мәдениетіне байланысты өзгеріп келе жатыр. Адамдардың мәдениеті, кәдімгі адам қолымен жасалған нәрселерді көруге ұмтылатын адамдардың жаңағыдай мәдениеті қалыптасқан жаңа замандарға байланысты, құрметті достар. Себебі адамдар сол нәрселерді көргісі келеді. Екінші нәрсеге байланысты, Оралда білеміз, Қазақстандағы үлкен өзен Жайық. Ол тарихи нәрсе шынымен де Жайық өзенінің болуы тағы да басқа. Біз осы нәрсеге байланысты оның жанында да туристік базалардың орналастыруын тағы да басқа нәрселер жасай аламыз, құрметті достар. Себебі адамдардың тынығуына байланысты осы нәрселер көптеп жаңағыдай тартылатындығында. Енді бұл проблемалардың негізгі өзектілігі, енді шешуіне байланысты, құрметті достар, білеміз, Қазақстан Республикасы кәсіпкерлікті қолдау тағы да басқа нәрселерге байланысты қайтарымды субсидияларын беру деген нәрселер жүзеге асырылып жатыр. Осыған байланысты біз кәсіпкерлерді қолдау және оларға қайтарымды субсидиялар беру арқылы осы нәрселерді жүзеге асырамыз. Себебі туристік қалаға турист келу үшін не болу керек? Андай бар ғой, біздер Турцияға неге барғымыз келеді, тағы да нәрселерге. Өйткені компаниялар бар ғой, біздерді кәдімгідей билет алғаннан бастап до конца сенің қауіпсіздігіңді, ол жаққа баратын жеріңді, сенің қыдыратын жеріңді, сенің қайту уақытыңа дейін қамтамасыз етіп беретін. Орал қаласында да дәл сондай нәрселер болу керек, құрметті достар. Бұл өте актуалды нәрсе деп білемін. Және осы нәрселерге осындай компанияларды субсидиялар бөлу арқылы жүргізілуі керек деген нәрсе. Келесі нысандарға байланысты да дәл осы нәрселер жүргізіледі. База отдықтарына байланысты, нысандардың таныстырылуына байланысты осы компаниялардың дұрыс жұмыс жүргізілуі шынымен де болады. Неліктен мен бұл нәрсені дәлелдегім келеді, құрметті достар? Себебі 30 секунд қош жеріңіз. Себебі андай ғой, бәсеке қай кезде болады? Адамдар өздері жасаған кезде, бизнесмендер олар өздерінің бизнесін дамытуға тырысады әрдайым. Сол үшін шынымен де жақсы деңгейге жеткізуге тырысады. Мемлекет тарапынан емес, бизнесмендер өзі үшін жасаған кезде болады, құрметті достар, негізгі нәрсе. Содан кейінге байланысты, мемлекеттің менің негізгі нәтижелерім мынандай: қала тарихи нысандарының жаңартылуы, құрметті достар. Осы жаңағы нелердің арқылы, субсидияланған нелер арқылы дұрыс нәрселер қою, қаланың экспонаттарының көбеюі деген нәрсе, қаланың тарихының толыққанды таныстырылуы, осы нәрселердің барлығы жүреді осының ішінде. Себебі біздің байзерлеріміз тағы да басқа нәрселеріміз осы ішінде болады. Келесі нәрсеге байланысты қаланың инфраструктуралық кәсіпкерліктің дамуы, құрметті достар. Одан кейінгі нәрсе жаңағы нелердің ашылуы, кадрлардың ашылуы тағы да басқа. Менің нағыз жететін нәрсем ол салыққа, бюджетке байланысты. Арнайы бюджет салығы 3 жылдан кейін төленетін тағы да басқа. Жақсы ойымды ұқтыңдар жай. Туризм ол Қазақстан кез келген мемлекеттің несін дамытуға үлкен әсер еткізеді. Бірақ ол үшін әуелі сен оны құрастырудың жолдарын қарастырып алу керексің. Рахмет. Жалын сөздеріңізге рахмет. Келесі ол ортаға Ақтөбе фракциясының бірінші спикері Еркін мырзаны шақырамыз. Уақытыңыз 8 минут, тиімді пайдаланыңыз. Көп рахмет, құрметті армысыңдар, Алталаштың Ақасер ұрпақтары. Сонымен бүгінгі таңда бүгін Оралда финалда ойнап жатыр екенбіз. Құрметті достар, қош келіпсіздер. Енді тікелей тақырыпқа мән беретін болсақ, құрметті достар, Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Осы жерде бір сұрақ туады: концепция деген не? Концепция дегенді бұл кісілер келеді да бізге бағдарлама, жоспарлама іске жүзеге асыру дейді. Құрметті достар, концепция деген мынадай нәрсе: между собой понимание деген нәрсе бар. Латын тіліне аударған кезде между собой понимание, то есть бірінің арасындағы түсінік деген ұғым. Екіншіден, бұлардың ұсынып отырған механизмінде белгілі бір таңда адамдардың арасында түсінік қалыптаспайды, құрметті достар. Біріншіден, олардың ұсынып отырған нәрселерінде адамдардың белгілі бір таңда ақша табу жолдары көрсетілген. Екіншіден, белгілі бір таңда кәсіпкерлікті дамыту туралы ұғымдар кетіп қалған. Осы жерде бірден бір кері қарсы пікірлердің қарама-қайшылығы туады. Мына нәрсеге мән берейік. Мен просто концепцияның бірнеше ұғымдары бар. Сол ұғымдардың ішінен бір ұғымды бір бағыты бойынша ұстанып отыр. Система жүзеге асыру жүйесі. Бірақ бұл жерде, құрметті достар, бір нәрсені ескерейік. Жүзеге асыру жүйесіне дейінгі проблема
проблематикалардың актуалдығын көрсету, бір проблематика актуалдығын көрсету керек. Бұл кісі келеді да бізге 4 нәрсені ұсынады. Келушілердің санының аздығы, олардың қанағаттанбауы, олардың кері келмеуі, тарихты дұрыс таныстырмау. Құрметті достар, осыған дейін интернетте ақтарып қарасаңыздар, тарихты білетін адам бар, бірақ тарихты толыққанды түсінетін адам бар, бірақ оған ешқандай құқықтың берілмегендігі міне мына жерде кемшілік болып отыр. Осы нәрсені ескерейік, құрметті достар. Енді Швейцариямен салыстырады. Құрметті достар, Швейцарияның Оралдың бір нәрсені ескерейік. Соңғы Оралда үлкен проблематика болған, точно соңғы уақыттарда неде 2015-те мәжіліс депутаты келіп екі ортада талқылаған кезде үлкен глобальды проблема болды. Точно университеттерде, колледждерде туризм деген бағыты бар, бірақ соны бітірген мамандар осы өңірде жұмысқа қалмай жатыр. То есть нехватка кадров осы өңірдің өз ішінде болады. Енді Швейцариямен салыстыру, құрметті достар, бұл үлкен абсурдты нәрсе. Себебі неге? Менімен, то есть Качокты салыстырғанмен бірге ғой, Качоктың саясатын бұл жерде, құрметті достар, Швейцариямен салыстыру тоже самое абсурдты нәрсе. Түсінемін, бірінші бәсекелестікті өз ішінде дамытып алып, сосын барып шетелмен салыстырып, вот сол кезде мен сендерді түсінемін ойындарыңның кереметті, реально идеально болған. Бұл кетсін. Келушілердің саны аздығы, құрметті достар, мына нәрсені ескерейік. Келушілердің саны аздығы деген өтірік нәрсе. Біріншіден, осы Орал қаласының сырттан Ресеймен көршілес мемлекеттердің келушілердің саны көптігі бірінші. Екінші, Балтық теңізіндегі орналасып жатқан елдердің келушілері бар. Оны ешкім жоққа шығармайды. Санын көрсетеді, бірақ саны реально түсінер едім. То, что белгілі бір жылдармен салыстырмалы түрде көрсетсе, ол айтып отқан ішкі және сыртқы екеуін қосқанда 380 мың адамға келген. Енді оның қай жері аздығы, басқамен салыстырғанда қаншалықты аз деген сұрақ туады. Осы жерде олар дәлелдемейді, то, что қаншалықты аз екенін. Бұл бір. Екінші нәрсе, толық қанағаттанбау. Мен түсінемін, каждыйдан бір анкеттерін алып шыққан сияқты. Олар бар ғой, кәдімгі қанағаттанбады. 5 балл жүйе, 1 балл жүйе деген сияқты нәрсе. Екінші нәрсе, кері келмеудің, то, что біреуді барып мен жерге алып келмесең, енді сенің не проблемаң кетіп жатыр мына жерде бір сөз. Екінші нәрсе, кері келмеді, жарайды. Кері келмегенде, енді фидбек деген нәрсе бар, кері байланыс деген нәрсе бар. Кері байланыста сол нәрселер көрсетілсе екен. Жоқ, болмаған нәрсені санына қарап, кері келмеді деген әңгіме, как мынадай нәрсе, құрметті достар. Осыдан 5 жыл бұрын мен келдім, одан кейін келмеді деген нәрсе, ол менің кері байланысқа келмеді деген нәрсе емес, құрметті достар. Осыны түсінейік, осы нәрсе. Содан кейін тарихты дұрыс таныстырмау. Осыған дейін болған бір факты көрсетті ма? То, что бір бай тарихты дұрыс түсіндірмеді деген сияқты. Көрсетті ма факты? То, что бір Оралда тұрып жатқан адам Оралдың тарихын білмейді деген факт көрсетті ма? Жоқ, тарихты дұрыс таныстырмау деген нәрсе тоже абсурдты нәрсе, құрметті достар. Кетті, механизмге. Енді қараңыздар, екі жағдайды көрсетеді. Жағдай материалдық және екіншісі қауіпсіздік жағын ұсынады. Оралға қай көреді, қай әсер осыма көрсетілесі, осы бір жерде. Онда бір заттар тонап тұр. Түсінерін Бразилиядағы Бразилияда 2014 жылғы әлем чемпионатында келген туристердің тон алғандығы. Бірақ Оралда қай факты тіркелді, маған соны дәлелдеп беріңізші, пожалуйста. Осы нәрсені көрсетесіз. Екінші нәрсе, сұрасам. Тарихқа байланысты, тарихты бәрі білуіне байланысты сен айтшы, Орал қаласы, Орал ретінде қашан құрылды, қандай тарихи нысандар бар? Орал қаласы ма? Мына нәрсе. Соңғы тарихи нысандарда әлі күнге дейін 5 тарихи нысандар көрсетіліп келе жатыр. Ол біріншісі кімнің? Жәңгір ханның несі, одан кейін Орал қаласының 2 собор бар, бүгін интернетте қарап жақын. Сол нәрсе бар. Ең біріншіден Оралдың адам емес, Орал адам болмасын мен білмеймін. Ақтөбені сұраса, мен пожалуйста Ақтөбені айтып бере аламын. Екінші нәрсе, материалдық қажеттіліктер. Құрметті достар, қай жерде материалдық қажетсіздіктер көрініп жатыр. Орындар бар екендігі әлі күнге дейін білім министрлігі жаңа туризм министрлігінде көрсетілген, мәдениет министрлігінде көрсетілген, үкімет басында оның барлығы тізім бойынша көрсетілген тарихи ескерткіштер. Даже мына көшенің бойында жүрсең, сыртында жазылыпты 19 ғасырдан мемлекеттің ескеруінде тұрған ескерткіш деген ұғымдардың барлығы бар. Енді тура қай жерде материалдық қажетсіздіктер болады, оны түсіндіріңдерші маған, пожалуйста. Ешкім көрсетпегенсің, неге бұл жерде сендер проблематикалық көрсетті? То, что менің киімім бар, енді маған қарап киімім жоқ деген әңгіме деген. Осындай нәрсе ғой салыстырмалы түрде. Мен как будто алдарым голый тұрмын деген сияқты. Енді қаланы таныту, приложениемен шешеміз. Құрметті достар, мына нәрсені приложениені қалыптастырғанға дейін сен бірінші программистіңді дайындап ал. Приложениеге біреу мамандыққа бермейді. Осы нәрсе. Ертең бұл Орал туралы құлаққа түйіндіріп бір әңгіме салып жүрсе, вот сол кезде сенде болады приложениенің зардабы қандай болатыны. Қарапайым, элементарно. Национальный банктен 72 миллион теңге хакерлерді ұрланғаны болып жатса, енді приложениені бұзып, хакерлерге как-то онда қатты абсурд нәрсе болмайды, құрметті достар. Осыны ескерейік. Екінші, жағдай жоқ табиғи процесстер. Енді құрметті достар, мынадай нәрсе
процесс. Табиғи процестерге қарап сәйкестендіру. Я келсем, то что Орал кішкене суық қалады. Мен түнде келіп жатып, потому что күн көрген жоқпын, күн ұзақ жүрген. Осы нәрсе түсінемін. Бірақ енді осы процесс туристік қай жерге кедергі келтіріп жатыр. Мен түсінген жоқпын. Орал мен Ресейдің арасында шекарада қардың қалыңдығынан жол жауып деген әңгіме естіген жоқпын осыған. Жүзден келіп жатыр, то что біздің Шұбарқұдық пен Ақтөбенің арасында жол жабылған. Бірақ Орал туралы, онда табиғи процесстер туралы әңгіме келіп жатыр. Осы нәрсені ескерейік. Табиғи процестерге бар екенін білемін, бірақ оны проблематиканы шешу жолы ретінде көрсету тоже абсурдный нәрсе. То есть менің қарным тамақ аш, сен тамақ бермедің нәрсе емес. Сен тамақ бермедің деген нәрсе емес. Осыны ескерейік. Келесі нәрсе. 20 экспонат бар деді, қызықтыру керек. Енді бір ескерткіш бар екен, енді оған тамаша қоймаған, енді қалай қызықтырайын деп отырсың? Экспонат қанат көбейткенде қандай эффективті нәрсе болады? Қай турист ойбай там көбейткенде барайық деген әңгіме естідіңдер. Осы нәрсе, құрметті достар, экспонат санын көбейткеннен маған көрсетің, то что эффективті қандай нәрсе. Енді құрметті достар, экспонат санын көбейткеннен ол нәрсе туристер санын көбейтеді деген нәрсе емес. Осыны мен түсіндірейін. Енді біздің альтернативті деген мына нәрсе. Мана басында айтып кетті, университеттер мен колледждерде туризм мамандығы бола тұра, бірақ ол мамандықты бітірген адамдар көбіне кетіп жатыр. Алматы мен Ақтөбенің туристік аймақтарына, бірақ Оралдың өзінің ішінде нехватка кадров из-за этого болып жатыр. Ол біздің альтернативті идея. Осы альтернативті идеяның ішінде бір нәрсе, үш тілде білім беретін, үш тілде қамтитын кадрлардың жоқтығы. Себебі неге шетелден де маман келіп жатыр. Одан кейінгі көрсетесіз, Ресейден де маман келіп жатыр. Осы тілде маман беретін болмағасын, сенде сұраныс жоқ. Из-за этого сенде кадр болмағасын, сенде осы келген адамдар қызмет көрсету сапасы төмен болады. Неге персоналдар кеттердің санын артуға министрлікте талқыланды. Оралдың өзінің облыстық акиматтың мәжілісінде талқыланды. Ол әлі талқыланып жатыр, оның шешімін әлі таба алмай жатыр. Осыны шешіп алайық, пожалуйста, содан кейін барып, екіншіден олардың жалақысының төмендігінің кесірінен персоналдарды ұстау мүмкіншілігі төмен болып жатыр. Сендердің айтып отырған приложениелер алдына отырып приложениелер нәтижесі көрсетілген жоқ. Біріншіден, құрметті достар, осыны ескерейік. Приложение жасаған жағдайда кім қаншалықты турист алып келе алады? Осы екіншіден, 20 экспонаттан қарта 10 экспонат қосқан кезде прям туристер көбейіп кетеді деген нәтиже көрген жоқ. Құрметті достар, осыны туған жердің топырағы ыстық. Топырағының ыстығын қаншалықты білу үшін сен сол топырақты басып көр, сосын барып айтасың ыстығын. Баспайсың, бұл туралы өтірік әңгіме айту керек жоқ. Жалын сөздеріңізге рахмет. Келесі ол ортаға үкіметтің екінші спикері Исламбек мырзаны шақырамыз. Құрметті достар, еркін айқай тыңдап болсақ, енді айқай әңгіме тыңдайық. Былай, алдымен мына нәрсені түсінуіміз керек. Түсінік қалыптасуға байланысты. Біз қазіргі уақытта екі адамның арасындағы түсінікті қалыптастырмаймыз. Немесе қазіргі қоғамдағы түсінікті қалыптастыруға байланысты емес, ол екі адамның арасындағы қарым-қатынасқа байланысты емес. Біз концепция деген, яғни жүйеге байланысты болып жатқандығын түсінуіміз керек. Бір үлкен ұйымдастыру қабілеті бар жүйе құру керекпіз. И ол жүйе осы Оралдыға қызмет ету керек. Ақша табу кәсіпкерлікке байланысты. Вот экономикалық, сен қазіргі уақытта туризм саласы сенде ақсап тұр, бірақ сенің экспонаттарың немесе сенің тарихи қала екенін түсіне отыра, сенде осыны табу көзі болатынында. Оралдың экономикалық жағдайын келесің біріншіден. Осыны ескеруіміз керек. И кәсіпкерлікке байланысты кері байланыс болып жатыр. Неге? Кәсіпкерлерге байланысты біріншіден. И Оралдың экономикасына байланысты. Екі жақта жұмыс жасап жатыр. Екіншіден сен бизнесіңді дамытып жатқанын түсіну керексің. Бұл жағын бұл тарап тағы ескермейтіндігінде. Екінші, Швейцарияға байланысты. Кезінде Швейцария туылған кезде еркін сияқты болған. Бірақ қазір басқаша болды. Вот осыны түсінбейтіндігіне Орал осылай жаңағыға байланысты маған айтады 380 мың турист келеді дейді. What? Өтірік әңгіме. Неге? Өйткені түсіну керекпіз Оралдың халқының өзі 306 мың екендігін. Оған 380 мың турист келеді деген ол абсолютті өтірік әңгіме айтып тұрғаны. Енді 38 мың ғана турист келген, соңғы 3 жылғы дерек бойынша ескеретін болсақ, 4,1%-ке туристер саны қысқарған, құрметті достар. Бұл сәйкес нені көрсетеді? Сенде азайып бара жатқандығын көрсетеді. Соңғы 3 жыл бойынша деректермен ескерілетіндігін тағы да ескеруіміз керек. Келесіге байланысты. Сосын қазіргі уақытта туристерді дұрыс таныстырмау дейді. Вот өзі айтады, бізде кадрлар жоқ дейді. Сосын қалай таныстырмайды дейді. Вот енді қара, алдымен біз осындай кадрлардың жоқтығын немесе туризмнің өзін ескерткіштерді дұрыс таныстырмаудың өзі немесе Оралда маркетингтің болмауының өзі бұның үлкен минус екендігін көруіміз керек болады. Өйткені басқа жердегі қызығушылықтар болмайтындығы, басқа қалалардың еркін өзін келтіріп кетеді бол ретінде. Бірақ біз Ақтөбеде Оралдағылар білмейді, еркін Ақтөбеде болып жүргендігін. Осының барлығын қазіргі уақытта түсіндіру керекпіз, көрсету керекпіз. Келесіге байланысты
байланысты мынандай кадрларды дайындауға байланысты вот жаңағындай Оралдан кадрлар кетіп қалып жатыр, бүйтіп қалып жатыр дейді. Вот бұл қазіргі уақытта туризм саласының жоқтығына байланысты. Ал егер де бұның біз инфраструктурасын қалыптастыратын болсақ, қазіргі уақытта сенің идеяның барлығы біздің идеяға кіретіндігінде. Неге? Өйткені алдымен жүйені ұсынып жатқан достар, қай тұрғынды көрдің дейді, ұрып кеткен дейді. Қай адам өзінің ұрып кетпегенін қарайды, комфортны жүргізіп келеді. Кез келген туристке комфорт ұсыну керек. Ол комфорт қазіргі уақытта Оралда бар ма деген сұрақ туатын мұнда. Ол комфортты жасап жатыр ма? Осының барлығын қазіргі уақытта істеу керекпіз. Қарапайым тұрғыда жаңағындай Оралдың өзінде адамдарды қызықтыратын антимолодежный служба немесе полициялардың болуы оларға байланысты. Ол адамның өзі қызығушылығын арттыратын мұнда. Неге? Қарапайым Американың өзі әлем полициясымен атақ арқылы көп мемлекеттерді қызықтырады. Келесіге байланысты мынаны түсінуіміз керек. Адамдарды ең алдымен интересін қылу керек. Ал қызығушылығы бар адамдардың барлығы қазіргі уақытта әлемде бар. Олардың мәдениеті немесе олардың көзқарасы әртүрлі. Бір экспонат еркін болатын болса, ол басқаларды Арнольдты қызықтырмауы мүмкін. Ал Арнольдтың экспонат болып тұрғаны ақтөбеліктерді қызықтыруы мүмкін. Осылардың барлығын салыстыру керек қазіргі уақытта. Сәйкесінше олардың барлығы әртүрлі мән мағына білдіретіндігінде. Дәл қазіргі уақытта ескерейікші, бізде Оралда Пугачев көтерілісінің болғаны, немесе қарапайым тұрғында Пушкиннің осы жақта болғанды, андай Даль, жаңағыдай Лермонтов секілді адамдардың болуы, бұл уже тарихи қала екенін ескеруіміз керек. Жаңағыдай көп аңыздарын айту бойынша Жібек оқиғасының өзі осы жақта болғанды. Осылардың барлығы егер де адамдарға маркетинг ретінде түсіндірме жұмыстары жүргізілетін болса, олардың барлығы адамдардың қызығушылығын арттырмай ма деген сұрақ туатын мұнда. Осылардың барлығы жұмыс жүріп жатыр ма? Жоқ. Осылардың барлығы істеу керек. Қазіргі уақытта жаңа полицияларға байланысты немесе Оралда жаңағыдай толыққанды адамдарды қамтамасыз етуге байланысты жұмыстар жүріп жатыр ма? Жоқ. Оралда қазіргі уақытта туризм саласы немесе туризмге байланысты кадрлар дайындалып жатыр ма? Жоқ. Осылардың барлығын қарастыру керек. Бірақ олардың барлығын қалып қойып жатыр, ақсап жатыр осы салалар. Келесіге байланысты мынандай жаңа хакерлерге байланысты ойын алаңында ойнамайды, құрметті достар. Өйткені хакерлерді қарай, ол туристі хакерлерді бұзуы ол өтірік нәрсе. Бұны ойын алаңына еркін негізген ол тағы керек емес. Өйткені Оралға келдім, турист бастым, турист бірақ Оралда жоқ. Бұның өзі проблема. Маған дәл қазіргі уақытта сондай жаңағыны істеп беруі Ақтөбеде бар негізі. Маған жаңағындай қарапайым тұрғыда туристерге арналған арнайы программаны істеп беруі, ол уже маған жаңағы жағдайын жасап жатқандығын көрсететіндігінде. Ол кішкентай болса да адамның ынтасын немесе қызығушылығын көрсететінін ескеруіміз керек. Енді келесіге байланысты ракетаны ұшқан кезінде бір шурупы ғана дұрыс болмайтын болса, ол ракета өзінің жететін жеріне жетпейтіндігінде. Оларда механизм бар, бірақ олардың көрсететін нәтижесі жоқ. Кадрлар дайындаймыз дейді, ол кадрлардың қызметін көрсетпейді. Қазіргі дейінгі жеткізе ала ма ол кадрлар? Енді кадрларды кім дайындайды? Сұрақ. Жауап жоқ. Келесіге, кадрлар дайындалғаннан кейін олар дәл қазіргі процентке жеткізе ала ма? Немесе одан асыра ала ма? Егер де саған ешкім қызықпайтын болса, кадрлары бар, не істейсің оны? Өйткені сенде маркетинг саласы дамымаған, өйткені сенде қызығушылық саласы дамымаған, немесе өйткені сенде дәл қазіргі қонақтарына арналған зона комфорта жоқ. Осылардың барлығы уже сенде проблема. Бірақ сенде үш тілде сөйлеген кадрлар бар. Ничего? Уже минустар болып жатыр. Келесіге байланысты мынандай нәрсе, шетелдіктерге байланысты. Шетелдіктер білмейді Оралдың Еуропа мен Азияны қосып тұрғандығын, немесе Еуропа мен Азияның ортасындағы нүктелер болатындығын, немесе дәл осы қала арқылы жаңағындай қалай айтуға болады, өздерінің интересінің одан қарата жоғарылататындығын, оның барлығын түсіндірумен жұмыстар жүргізу керек. Еркін осылардың барлығын жіберіп алатындығында. Просто маған көрсетіп берсе екен, егер кадрлардың барлығын дайындайтын болса, осы жұмыстардың барлығы атқарылатындығын жоқ көрсетілмейді. Мен келсем туристер жаңағындай туризм саласында кадрлар жоқ екендігін, бірақ оның орнын басып жатқан отельдердің гидтері болып саналатынын ескеруіміз керек. Осыларды дайындаймын деген альтернатива маған тағы да ұсынбағандығында. Сен смөле дайындау керексің, сенің механизмін қасап ішке асады. Осының барлығын көрсеткен жоқсың. Ол іске асқаннан кейін деген нәтижесіне жете ма? Дәлелдеді ма? Тағы да дәлелдеді жоқ. Келесіге байланысты, Оралдың табиғатына байланысты. Құрметті достар, көруіміз керек, Оралдың қазіргі уақытта
Каспий жаңағындай алабынан шығатын 14 өзен бар Орал, Батыс Қазақстан облысында. Оның 7-і Оралмен ағатындығын, сендер бақытты адамсыңдар, осыны бағалай алмай отқан. Осының барлығын сендер көрсету керексіңдер қазіргі уақытта. Неге? Өйткені біз Сырдарияға барады, барлығы бір ғана өзен ағып жатыр. Оның барлығын көрсету керек. Неге? Бізде маркетинг жоқ. Бізде сіздерде маркетинг жоқ. Осының барлығын көрсетуіміз керек. Бұл үшін кім жұмыс жасайды? Қандай жұмыс жасау керек? Мен сіздерге көрсетіп беріп тұрғандығымда. Бұл структураны немесе осы жүйені қалыптастыру арқылы адамдардың қызығушылығы, адамдардың ынтасы артатындығын көруіміз керек. Белгілі бір балансқа жету үшін 30 секунд қойыңыз. Белгілі бір діттеген жерге жету үшін структура керек алдымен. Содан кейін баланстың болатындығын тағы да ескеруіміз керек. Бірақ ол тарап маған ондай нәрсені тағы да көрсетіп бермейтіндігінде ойын үшін рахмет. Сізге де рахмет. Келесі болып ортаға Ақтөбе фракциясының екінші спикері Мейірболат мырзаны шақырамыз. Уақытыңыз 8 минут. Уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Жақсы, ассалаумағалейкум достар. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Тағы да ақтықта 15 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Бірден тақырыпқа келетін болсақ, Орал қаласының туризм әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Осы жерде белгілі тұрақта үкіметтің қателігін айтайын. Біріншісінде біз түсінген болатынбыз, концепцияны ол белгілі жоспар деп түсінген болатынбыз бірінші спикердің тарапынан. Екінші спикер айтты, оны жүйе қылып жіберді. Осы жерде бір түсініспеушіліктер болады. Және де механизмге келгеннен кейін екінші нәрсе механизм деп айтып отырғаннан кейін бұл жерде бұл тиімді механизмді ұсынып тұрған жоқ. Бұлар бір нәрсені жасап жатыр, түсінесіздер ма? Ол бір жерді көбейту арқылы, бір жерді істеу арқылы бір нәрсе істемей тұрған жоқ. Ол бүткіл жағынан қарастырып жатыр. Ол мемлекет үшін тиімді ме, ол нәрсені дәлелдемейді. Мына жерде мынаны қараңыздаршы, олар айтады, біз мемлекеттің нелерге саудаларға жаңағы кәсіпкерлерге ақша бөлеміз дейді, біз инфрақұрылымды дамытамыз дейді, біз бәрін істейміз дейді. Ол тиімді механизм емес достар. Ол бәрін істеу просто. Өйтіп істеу ол просто бәрін істеп, одан нәтиже күту ол абсурд нәрсе. Мына жерде біз белгілі бір идеяны ұсынып, және сол идеяның көлемінде осы бір нәтижеге жетеміз деген нәрсені ұсынып. Енді мынандай нәрсе, ойналанбай тұрып отыр. Біріншісі қарай, мынандай нәрсе, мына жерде сенің кәсіпкерлерге ақша беру немесе мына инфрақұрылымды дамыту ол маркетингтік ход емес достар. Маркетинг деген нәрсе емес достар. Сондай маркетинг белгілі тарапта ол сол нәрсені жарнамалау. Мына жерде үкіметтің бірінші спикерінің ұсынған нәрсесі белгілі тарапта ішкі инфрақұрылымды дамытуға негізделген болғандықтан маркетингте екінші спикердің айтуы ол әлқийтсіз. Яғни ол бірінші спикердің ойналған маркетинг түсінік біз білеміз что 1980 жылы ойындағы бір елде андай не болды, маркетингте ход болды что өзеннен ужас пайда болды деген нәрсе шықты. Соны жариялады да басылым беттеріне телеканалдарға шықты. Сол кезде десе ол маркетингтік ход, ол именно ужас пайда болды, андай жаман бірдеңе пайда болды и соған қызығып сол өзенге барып ондай нәрсе болмаса да сол нәрсені көруге барған туристер саны ағылды. Ол не? Ол маркетинг. Ал сенің инфрақұрылымды дамыту немесе приложение жасау ол ешқандай маркетинг емес. Осыны түсініп немесе мыналар айтқандай жаңағы ақша салуын кәсіпкерлер ол ешқандай маркетинг емес. Осы жерде қарама-қайшылықтар туындайды. Енді достар мына жерде мынандай нәрсені түсінейікші, тақырыпта берілген шығар. Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру. Енді мыналар айтады, мынадай нәрсе. Сонда қандай дәрежеде көп болу керек деген нәрсеге жауап бермейді. 38 мың аз дейді сонда. Оралдың қазіргі таңда потенциалы қандай болу қажет, қанша туристік келу қажет деген нәрсеге мына үкіметтің жауап бермейтіндігі. Екінші нәрсе, келушілер саны қаланың дұрыс танылмауы, келмеуі деген нәрсе. Достар, мынадай нәрсе бар, біздің ұсынып отырған идея да осы бағытқа негізделген. Енді мына жерде біз механизмді ұсынып тұрған жоқпыз. Белгілі тарапта барлық жағынан көтеру, ол белгілі тарапта андай механизм емес. Біз бір салаға көңіл бөліп тұрмыз, что қазіргі таңда туристікті дамыта алмай жатқан, Оралдағы туристікті дамыта алмай жатқан нәрсе бір салаға көңіл бөліп тұрмыз. И сол нәрсе өздері айтып отырғандай маркетингтің дамымауы, андай кадрлардың жетіспеушілігі, сәйкесінше кадрлардың болуы осы маркетингті танытатын және маркетингті жүзеге асыратын, и сенің мына еліңдегі жаңа кері байланысты қалыптастыратын да осы кадрлардың болуы. И осы жерде олар келсе қазіргі таңда кадрдың болмай отырғандығын және маркетингтің де дұрыс жүзеге аспай жатқандығын. Ал енді үкіметтің ойына қарайтын болсаңыз, ол жерде маркетингтік ходтың бір андай нышандары немесе оған қатысты сөздер келтірілмейді. Осы жерде осы нәрсені түсініп алайық. Енді жалпы ойын осындай болып, көп адамдар біле бермейді Пушкиннің жаңа келгені деген нәрсе айтады. Достар, мына нәрсені түсінейікші. Ол нәрсені Оралдағы адамдарға түсіндірудің ешқандай да қажет жоқ. Оралға Пушкиннің келгенін любой адам біледі мына жерде. Ол нәрсені мынау сіздердің тарапыңыз айтып отқан балағат сөз деп айтуға болады. Өйткені сіздер Оралдың тарихын шынымен де білесіздер. И ол нәрсені біз Оралға түсіндіреміз деген нәрсе ол абсурд вообще. И мына жерде біз айтып отырмыз, сен кадрларды дайындау арқылы, сен сапалы білімді кадрларды дайындау арқылы, сен маркетингті жасайсың, сен басқаларға түсіндіре білесің, и сен оларды ұстап кері байланысты алып қала да білесің деген нәрсе айтамыз. Енді осы жерде жаңағы біз айтып отырмыз, что кадрлардың жетіспеушілігі басқа қалаға, Ақтөбе, Алматы сияқты қалаларға кетіп қалуының туындап отыр. И қазіргі таңда инфрақұрылым жақсы. Мынандай нәрсе бар. Сен алғашқы сөзінде айтасың да, үш тілді білімді
жаңағындай туризм саласына байланысты кадр дайындаймыз. Жоқ, үш түрлі білім емес. Давай. Екіншіге байланысты, екіншісінде сен айтасың, маркетинг саласын дамытатын кадр дайындаймыз. Пожалуйста, туризмге қатысты кадрлар, ол кадрлар демек. Жақсы, жақсы. Туризмге қатысты кадрлар демек кадрлар. Біз айтып отырмыз, что кадрдың жоқтығын маркетингтік салада болсын, ол белгілі тапты сол нәрселерді істейтін волонтерлік салада болсын, осындай кадрлар тапшылығы туындап отыр дейміз. Енді біз айтып отырған жоқпыз. Біз ана табиғатты да келістіреміз, біз бұл жақта инфрақұрылымды да келістіреміз, біз кадрларды да келістіреміз, біз жаңағы субсидия бөлеміз деген механизмді түсініп тұрған жоқпыз. Механизмдер жүйелілігі ол тиімсіз. Яғни сенің осы жерде жаңағы кадрларды дайындауың белгілі тұрапта осы Оралдың жаңағы потенциалын анықтайды. Сен белгілі тұрапта кімнің келетіндігін білмей, просто мына нәрсені түсініңіздер, сатушы ол сататын затының сұранысын білмей, сататын затты ала алмайды. Сол сияқты сен өзіңнің оралдық тарихи концепцияның сұранысын білмей, сен инфрақұрылымды дамытып жібермейсің. Немесе сен жаңағыдай кәсіпкерге субсидия бөле алмайсың. Ол сұраныс болған кезде ол өзінен өзі жүзеге асатын дүние инфрақұрылымдардың дамуы. Бақталастықпен. Енді осы жерде ол нәрсеге жан-жағынан ақша бөлу ол тиімсіз. Сен бірінші сондай сұранысты қалыптастырып ал, бірақ сұранысты қалыптастыру өзі айтқандай маркетингке кетіп кетеді. Ал маркетингтің жаңағы инфрақұрылымды дамытуға немесе басқа да бір салаларды дамытуға ешқандай да қажеті жоқ. Маркетингті дамытатын туристік агенттік біз айтып отырмыз, кадрлар және. И кадрлардың тапшылығы қазіргі таңда орын алып отыр деген нәрсе айтамыз. И осы жерде үкіметтің ойын алаңы қарама-қайшылықтармен болып бір-біріне қарсы шығатындығында. Осы нәрсе достар, енді Орал қаласынан жоқ қалдырмайсыз. Орал қаласынан туристік приложение ашу дейтін нәрсе айтады. Жаңағы ақылды қала дейтін нәрсе приложение бар, ол нәрсе абсурд. Приложение кетсек. Олардың жағдайы болған кезде қолжетімділік болу керек дейді. Достар, мынадай нәрсе просто тақырып мынаны сұрап тұрса кезде. Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Енді мына жерде тиімді дейтін неге аса аударайықшы. Сен бір нәрсені жүзеге асырған кезде, белгілі тұрапта тиімді жолын қарастырасың. Біз айтып отырмыз, біз бірінші әлеуетін анықтау үшін, потенциалын анықтау үшін сен барып инфрақұрылымдарды дамытып жіберме. Сен бірден барып субсидия бөле салма. Сен бірінші анықтауға жасаған адамдар келе ма? И сенің осы жерде сені жүзеге асыратын негізгі факторлар кадрлар деген нәрсе айтамыз. Енді мына тарап келеді да айтады, біз ақшаны бірден салып тастаймыз дейді. Сосын қарап отырасың, сен ол нәрсе дами ма, дамымай ма? И ол жүзеге асудан мүмкін, жүзеге аспаудан мүмкін. Сөйістер ма, осындай идея міне. Енді бұл абсурд. Енді ойын алаңында осындай қақтығыстар болды жалпы. Әлеуметтік жағдай қызықтыра білуі дейтін нәрсе. Достар, мынадай нәрсені білейікші, что 38 мың адамның келуі немесе одан потенциалының жоғары болып, маркетингтік қуаттың жоғары болуы, ол жерде мынадай қарама-қайшылықтар бар да, просто маркетингтік қуат жоғары болатын болса, сәйкесінше осы жерге адамдар көп келетін болса, бұл кезде анадай субсидия бөлу, оны дамыту дейтін нәрселер ойын алаңында мүлдем ойламайды. Өйткені ол жерде кәсіпкерлердің өздері таласады. Неге? Өйткені ол жерде тұтынушы бар. Ал тұтынушыға ол белгілі тұрапта олар өздері-ақ біледі. Ал мына жерде бұлардың сотқан идеясы кәсіпкерлерді тупойлық көрсетіп отыр, ана кадрларды тупойлық көрсетіп отыр, бұл жақтағы инфрақұрылымдарды тупойлық көрсетіп отыр, ана табиғаттың жағдайында бір келеңсіздік көрсетіп отыр. Достар, ондай абсурдты ойынның ешқандай да қажеті жоқ. Сондықтан мына жерде біз үшін тиімді нәрсе бірінші біз өзіміздің әлеуетімізді біліп алуымыз қажет. Сен сол нәрселерді керемет маркетингтік кодпен жарияла, кадрларды дайында, сен сол нәрсеге келген кезде дәлелдей алатындай қыл. И содан кейін уже сенің потенциалың белгілі болады. И содан кейін сенің компаниялар осы жаққа инвестиция қойып, жаңағыдай сен айтып отқандай қолжетімділікті физикалық болсын, тіпті ана материалдық болсын қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Осы жерде олардың айтып отқан идеялары ойын алаңында мүлдем ойнамайды. Түсінесіздер ма? Яғни сен өзіңе мүмкіндік жасай алатындай мүмкіндікті көріп тұрып, инвестиция тарта алатындай мүмкіндікті көріп тұрып, инвестиция керек емес, мен өзім жасайын деп ақшаны тупо қайтарымсыз салып жіберу, ол ешқандай да тиімді жол емес. Ол жай ғана өзіңнің басыңа, сау басыңа сақина тілеу. Достар, реально сондай болып отыр бұл жерде ойын алаң. Сондықтан бұл жерде тиімді механизмді біз қарастырамыз. Бірінші кадрларды, нехватка кадр қазір болып жатыр. И сол нәрселердің жалақысын өсіру және қазіргі таңда үш тілділікті білетін кадрлардың аз болуы, немесе сол туристік агенттіктегі кадрлардың аз болуы осындай проблемалардың туындатуына әкеліп отыр деген нәрсе ойлаймыз. Сәйкесінше бұл нәрсе біздің потенциалымызды және біздің Орал тарихи қала концепциясын жүзеге асыруға көптеген септігін тигізетінін ескерсек, бұл жерде біздікі более тиімді, чем риск жасап, анаған бүткіл ақшаны салғанын. Ал жақсы, онда ойынның негізгі бөлімі осымен аяқталды. Келесі ойынды сараптамаға береміз. Сараптаманы бастайтын оппозицияның лидері. Сіздер
тура 4 минут уақыт бар, ешқандай да қосымша уақыт жоқ. 4 минуттың ішінде ойында болған дүниелерді сараптап берсеңіз. Амандасқан айылзық армысыздар, алғашын аккусер ұрпақтары. Сонымен тақырыпқа келетін болсақ, Орал қаласының туристік әлеуетін арттыру үшін Орал тарихи қала концепциясын пайдаланудың тиімді механизмін ұсынады. Құрметті достар, Орал тарихи қала концепциясы деген ол жерде түсінікті то, что Оралдың тарихи қала екендігін түсіндіру керек. Бірақ бұл тараптардың көрсетіп отырған механизмде Оралдың тарихи қала екендігі туралы ешқандай ақпарат көрінбейді. Жалғыз көрінетіні жаңа 20 экспонат туралы әңгіме болды, сол 20 экспонат арқылы қызықтыра білу керек деген әңгіме айтады. Екінші нәрсе приложение туралы айтады. Мен екінші спикерім айтып кетті, то, что ақылды қала деген приложение бар. Екінші жаңағы өтірік нәрселерді айтады, то, что туристі Орал деген жоқ дейді. Құрметті достар, приложениенің ішіндегі болып жатқан ситуацияларға приложение создать етіп эффективті болу, ол нәрсе ақтамайды дейді. Бірақ мына екінші спикер дәлелдей ма то, что приложение арқылы ол нәрсені көрсетеді. Бір турист мысалға келтіріп береді, туристің ол Оралға түк қатысы жоқ біріншіден. Осы екі ортада қарама-қайшылықтарды көрді, осы жерде приложениені қайта эффективті көтеру тоже ақталмай қалады. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туады. Тиімді механизм деген сұрақ туады. Мен екінші спикерім көрсетті то, что механизмді сендер қай жағынан тиімді қылып көрсетіп отырсыңдар. Екінші спикер маркетинг туралы әңгіме айтады да, ал біріншісі кәсіпкерлікті дамыту туралы әңгіме айтады. Енді қараңдар, кәсіпкерлікті дамыту. Мен екінші спикер мана басында да ойын басында қойылады. Ол жерде сұраныс болмаса, сен кәсіпкерлікті қалай осында дамытатын сияқты сұрақ туады. Инфраструктураны дамытатын болсаң, сенен бірінші сұраныс болу керек. Сосын барып сенде белгілі ортада үкімет тарапынан ұсыныс болу керек дейді. Мен түсіндірейін. 2015 жылғы облыстық мәслихатта талқыланған кезде бір проблема болады. То, что нехватка кадров, потом туристік агенттікте персоналдардың жетіспеушілігі туралы әңгіме айтамын. Бірақ осыған келеді, екінші спикер маған дәлелдемейді, то, что ол не қазіргі таңда глобалды проблема, я болмаса Оралдың туристік бағыты үшін проблема емес екенін дәлелдейді. Олардың ойнап отқаны жалғыз нәрсе туризмді дамыту туралы тема. Ал Оралдың тарихи концепциясы туралы механизм бұл жерде мүлдем қарастырылмаған. Осы нәрсе. Кеттік. Сосын мына нәрсе айтады. Тағы нелер бар? Келу санының аздығы. Құрметті достар, Швейцарияны салыстырады. Мен айтамын, Качокпен мені салыстырғаныммен бірдей. Мен Качоктан таяқпын, потому что ол менің үлкен. Енді бұл кісі келеді, Швейцарияны түсіндіреді. Маған онда түсіндіріп то, что Швейцарияда Орал сияқты бастайын деп отыр деген сияқты дәлелдесе екен. Я болмаса салыстырмалы түрде көрсетсе екен. Жоқ, бұлардың механизмінде бұл нәрсе көрсетілмейді. Проблемасы да дәл солай. Келу санының аздығы 3 жылға статистикамен келтіреді. Құрметті достар, бұл қазіргі таңда проблематика болып отыр. Жаңа келу саны азайып кетті, потому что неге сенде мына жақта қызмет көрсету персонал санының аздығы, мана біз айтқан нехватка кадров деді. Осы нәрсе. Құрметті достар, құрметті төрешілер, жоқ, жаңа аргумент конструктивті бөлімде айтылған жоқ. Жаңағындай именно осы біздің қалай болады? Жоқ, біздің осы идеямызға байланысты нехватка кадр болып жатқандығы, біздің ұсынылғаннан кейінгі нехватка кадр болғандығы, яғни сәйкесінше жаңа қойып берген статистикадан кейінгі болғандығы, комфортта жоқ екендігі. Ойындағы жаңа аргументтерді біз төрешілер ретінде өзіміз анықтайтын боламыз, жақсы ма? Енді достар, мына нәрсе толық қанағаттандырмау, кері келмеу, тарихи дұрыс таныстырылмауы, осы нәрселерді түсіремін. Қай жерде қандай проблематика болып жатыр? Туристердің толық қанағаттанбайтындай сен анкетирование алдың ба деді. Анкетированияда көрсетсе екен, то, что Оралға мен қайтып келмеймін, толық қанағаттанбадым, қызмет көрсету саласы төмен деген сияқты. Жоқ, бұл тарап ол нәрсені айтпайды. Тек дамыту керек, көрсету керек, то, что бір проблема албады, 38 мың келген адамды алдыға келіп қозғай береді. Құрметті достар, мен мана түсіндірдім. Осыдан 5 жыл бұрын келдім, одан кейін келмей қалған, это не означает то, что менің қалауыма байланысты дейді. Осы нәрсе түсіндіреді. Екінші нәрсе тарихта. Мына нәрсе қауіпсіздік теманы тұтқан. Бұлардың ұсынып отырғаны комфорт. Комфортта мен айтамын, қай туристің таяқ жүріп кетті бұл жақтан. Қай туристің тоналып кетті. Мысалы келген Бразилиядағы нәрсе, мысалы туристік чемпионат болған кезде, ол көрінді, бүкіл әлемге паш болды. Оралда сондай нәрсе болды ма? Болған жоқ. За это ол маған келіп дәлелдемейді. Осы жерде механизм екі спикердің арасында да бір ғана нәрсе, то, что ең соңында приложение мен кәсіпкерлікті дамыту арқылы қандай нәтижеге жететіндігін үкімет көрсетпейді. Соңында нәтиже. Біз көрсетеміз, то, что нехватка кадр, сол арқылы біз шешіп бере аламыз нәрседен. Жақсы, рахмет сізге, жалғыз сөздеріңізге. Ойынның нүктесін қою үшін үкіметтің премьер-министрі Алиасқар Мырзаны шақырамыз. Құрметті достар, біздер
түсінуіміз керек, то что бір қаланың тарихи оқиғасы, оның туризм саласын дамыту ол күлкілі әңгіме емес. Ол шынымен де өте маңызды нәрсе екендігі біріншіден. Екінші нәрселерге байланысты, қарсылықтарға байланысты концепция деген нәрсеге түсіндіріп жоспар ұйымдастыру жүйесі. Бұл нәрсе болды, оған ешқандай қарсылық келмейді. Екінші нәрсеге байланысты индустрияны дамытасың ба, инфрақұрылым дамытасың ба деген нәрселер мүлдем болмайды. Себебі мен бір компания болсын, сол нәрсе инфрақұрылым деген нәрсе туристердің дұрыс қарым-қатынас, туристердің келу кету нәрселері, олардың келу жолдарын дамытып беру деген нәрсе, құрметті достар. Кәдімгі компаниялар сияқты Турцияға баруға неге қауіпсіздік деген нәрсе шынымен де ойнайды. Сен адам өлтіргенше оның қауіпсіздігін қамтамасыз етпеу деген нәрсе мүлдем жоқ, құрметті достар. Сен дәлелдеп бер дейді, адам өлген жоқ. Бірінші сендер туристерді сендіру керексіңдер, то что олар мына жаққа келгенде қауіпсіз екендігін. Олар сендерге сенбейді, что Оралда адам өлген жоқ қой, мен қауіпсізбін деген нәрсе мүлдем болмайды. Екінші нәрсеге байланысты 38 мың туристің келуі ол көп қой деген нәрсе. Проблема ода емес, проблема сол туристердің санының жылдан жылға азайып баратуы, құрметті достар. Осы нәрсені түсініп алуымыз керек. Келесі нәрсеге байланысты бірінші спикер айтады, туризм салаларында кадрлар жетпей жатыр, соларды дайындау керек. Екінші спикер айтады, біздер маркетинг саласында кадрлар жетпей жатыр, соларды дайындау керек. Сендерге 2-3 рет сөз беретін болса, сендер айтасыңдар шамалдан кейін. Тамақ саласында кадрлар жетпей жатыр, анау саласында кадрлар жетпей жатыр. Онда сендердің вообще кадрлар сараптама өкшетін болса, құрметті достар, мен түсіндіріп беремін, то что мынандай нәрсе ғой. Приложение айтады, маркетинг деген нәрсе ойында болған жоқ дейді. Айтам, приложение маркетинг па маркетинг. Себебі мен айтам, ақылды қаламен салыстыруға мүлдем келмейді. Өйткені приложение деген шынымен де бар нәрсеңді көрсетіп беру, ол нәрсені ұйымдастыру. Оған хакер-макер деген нәрсе мүлдем ойнамайды біріншіден. Өйткені ол қарапайым ғана нәрсе. Оралда не бар, соны приложение арқылы көрсету, бұл бір. Екіншіден, мен көшеде кетіп бара жатсам көремін ғой бәрі ол нәрсені дейді. Сенің көрген маңызды емес, өйткені сен турист емессің, тұрғынысың. Оны басқа жақтағы адамдар көру керек не бар екен. Сол үшін керек приложение деген нәрсе. Екінші нәрсеге байланысты, туристік компания бір нәрсе сұраныс дейді. Айтады, бұлардың айтады, сұраныс жоқ қой, сен неге осы істейсің? Онда сен сұраныс жоқ болса, вообще дым істемей-ақ қойсайшы. Онда сен отыра бер, болды, постоянно отыра бересің. Сен қандай сұраныс бар, мемлекеттердің нелері сұраныс жоқ кезде пайда болды ғой осы нәрселер. Оларға сұраныс болғаннан компаниялар ұйымдастырып тастаған жоқ, ол нәрсені, осы нәрсеге байланысты. Келесі нәрсеге байланысты, кәсіпкерлік бір нәрсе, олар не шешеді дейді. Сендердің сұрақтарын қалып кетеді, құрметті достар. Кадрлар, кадрларға ақшаны кім төлейді? Оларды кім қамтамасыз етеді? Ол мемлекетке не үшін керек десеге жауап бере алмайды, құрметті достар. Ал мен айтам, мынандай салыстырайықшы, мен айтам, жеке кәсіпкерлер, олар өздері үшін жұмыс жасауға тырысады деймін. Адамдар когда өздері үшін жұмыс жасауға тырысқан кезде ғана даму жоғары болады. Сен мемлекеттің тапсырмасымен кадр орындағанға қарағанда деген нәрсені айтам, құрметті достар. Осы нәрсе алаңда қалып қояды. Себебі шынымен де дамуға апаратын жол осы болады. Проблема айтады, сенде көп қой дейді. Шынымен де проблемалар болып тұр ғой осындай адамдардың аздығы. Айтады, қайта келу ойнамайды ғой, бір нәрсе. Қайта келу деген нәрсе сол адамның еміне қайта келу емес, түсініп шамал ашып қарайықшы. Сол адамның басқа адамдарға жарнама жасауы, сол адамның басқаларды қызықтыру болу керек. Ол қай кезде болады, құрметті достар? Ол адам шынымен де осы қалада қызыққан кезде келесі нәрсе ойлансын. Потому что екінші спикердің мен басында айтқан қасықта, ол кетіп қалған адам екінші адамға жарнамалау болмаса басқа нәрселер туралы ақпарат айтады. То есть келесі туристті келесі адамдарға жарнамалау арқылы адам тартады. Жақсы, құрметті достар, айтады, сендердің нәрселерін ол тек қана жаңағы ақшаға бағытталған дейді. Білеміз, туризм саласы ол мемлекеттің экономикасына арналған нәрсе. Сен оны айта алмайсың, то что ол благодарный қор емес қой, жаңағы қайырымдылық қор емес. Мен салаға бағытталу керек, себебі сен туристердің келу арқылы ақша табу керексің, ол нәрсе ақталады. По-любому ол нәрсе болатындығында. Сен кадрларды сол үшін ұстайын деп отырсың ғой. Біріншіден, келесі нәрсеге байланысты тапсыратын анау мынау короче тарихи нәрсеге жатпайды дейді. Құрметті достар, мен айтып беремін. Неге тарихи тақырыпты айтып тұр? Тарихи қала ретінде мен айтам, тарихын таныстырып берейік. Мен ертеңге сұрақ қоямын, тарихында осындай нәрселерді білесің ба? Қай жылы құрып білесің ба? Жоқ, айтады. Ана нәрселерді білемін, оны да жаңа интернеттен қарап алдым дейді. Вот именно сен интернеттен қарамай түсіну керексің осы нәрселер, осындай нәрселердің бар екендігін осы қалада, құрметті достар. Сол нәрсеге байланысты сендер позиция бересіңдер. Механизмдер орындалмайды дейді, құрметті достар. Мен механизмді ұсынып бердім сендерге. Тарихи қала ретінде жаңағы концепциясын дұрыс тиімді пайдалану, тарихи қала ретінде пайдалану нәрсесіне байланысты қараңыздаршы. Мен мемлекеттің тарапынан жаңағы субсидия беру деген нәрсе орындалады шынымен де. Ол ешқашан да сұранысқа бағытталып отыратын нәрсе емес. Сен сұраныс когда болады деп күтіп отырмайсың еш уақытта жұмыс жасалатын кезде, құрметті достар. Швейцарияда бір күнде бұл Швейцария болып кеткен жоқ. Немесе Швейцария сұраныс болғаннан осындай нәрсені істеп қойған жоқ. Олар сұранысты өздері туындатты. Оралда да мен осындай нәрсе болсын деп. Келесі нәрсе инфрақұрылым, инфраструктура деген нәрселердің барлығы орындалады. Себебі компания деймін, болады сондай туризмдік компания, сол нәрсені істеуіміз керек біз деймін. Ол всегда біздің жаңағы немізді орындап береді, всегда адамдардың келу кетуін қамтамасыз етіп береді біріншіден, қолжетімділігін қамтамасыз етіп береді деді, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп береді. Маркетингке байланысты, құрметті достар, ол түсінікті нәрсе ғой, приложение арқылы итак маркетинг жүріп жатқандығы, компаниялар итак өздеріне маркетинг жүргізетіндігі, оның барлығын жаңағы айқын нәрсе, ол нәрселердің барлығы. Ойымды қосыла түсейін, құрметті достар. Келесі нәрсеге байланысты, менің
толыққанды аргументтерім осы алаңда қалады. Себебі менің қажеттіліктерімді қараңыздар. Сіздерде туындап жатқан мен қажеттіліктерді осында туындатып беремін, и сол нәрсені орындап беремін. Шынымен де осындай қажеттіліктер бар Оралда. Мына тарап айтады, ол нәрсе болмайды, мына нәрсе болмайды, кадр дайындау керек, бір нәрсе. Бірақ сен сұранысың жоқ болса, кадрды не үшін дайындаватсың? Өзіңнің идеяңа сай. Өзі айтады, сұраныс жоқ кезде ештеңе істемеу керек. Онда кадрда дайындамай ақ деген нәрсе ғой. Келесі нәрсеге байланысты ойымды қорытындылатайын. Мына қарардың кезінде алаңда қарайтын болсақ, қай алаң өзінің нәтижесіне жете алды және қай алаңда шынымен де нәтиже болды деген нәрсемен ойнау керекпіз, құрметті достар. Мен жақсы ойымды соңын қорытындылай берейін. Нәтижеге байланысты мен айтып беремін, то что инфраструктура дамиды, кәсіпкерлік дамиды. 3 жылдан кейінгі салықтар деген нәрселер айтамын. 3 жылға дейін салықтан босату деген шынымен де мемлекеттің заңында бар нәрсе ол. Осы нәрсенің барлығы мемлекетке пайдасы өткен, туризмдік саланың дамуы, Оралдың тарихи нәрселерін көрсету, адамдар өздері білу деген нәрселер. Бұның барлығы алаңда бар. Құрметті достар, сөз соңында айтқым келеді. Шынымен де 2 күн бойы өте қатты жаңағыдай қиын ойындарда болды. Шынымен де осы нәрселердің барлығы болды. Сіздерге шынымен де алғысым шексіз, өйткені көптеген жаңағы областной турнирлердің финалы мен республикалық турнирлердің ЛД финалында ойнап көрдім, бірақ республикалық турнирдің АКВ финалында бүгін бірінші рет ойнап жатырмын. Сондықтан да жақсы ойын үшін рахмет. Ойында қарсылас болсаңыздар да өмірде дос болыңыздар. Достар, бірер минуттардан кейін финалдық ойынның қорытындылары және барлық ойындардың қорытындылары